Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге сәукеле жасап көрсететін боламын. Яғни сәукелені көбіне ұзату тойларына, не болмаса сырға салу дәстүрлі тойларға арналған торттарға қойылады. Мен сәукелеге алдын ала ақ мастиканы жайып алдым. Әрі сәукелені мен көбіне осындай пенопластқа орап қатырамын. Сіздерде бұндай пенопласт болмаса, картон коробкадан, қатты қағаздан орап осылай жасап алсаңыздар болады. Қатқаннан кейін алып тастауға болады. Алдын ала біз осы мастикамызды жайып өлшеп аламыз. Астын тегістеп кесіп алып тастаймын. Осылай.
бәріміз дайын. Енді бұған біз қазір қазақша оюларды жабыстырып шығамыз. Окей. Енді біз мына телефонның арқасында қазақша оюымызды шығарып аламыз. Сізде өзіңізде бар осындай телефонды пайдалансаңыз болады. Мына енді бұны біз сәукелеміздің астыңғы жағына алдына жабыстырамыз. Мына осылай. Біз бұны қазір жылтыр кондурименен бояп шығамыз. Окей.
Енді біз бұның төбесіне үкіні жапсырамыз. Менде осындай үкі болған. Төбесіне бұны жапсырамыз қазір. Оның үшін де бізге төбесіне мастика кесіп алуымыз керек болады. Төбесіне үкімізді қазір жапсырамыз. Міне біздің сәукелеміз дайын. Өте әдемі. Осылай шықты. Біз бұны енді қатырып қоямыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасаған сәукелем қыз ұзатуға немесе сырға салу тойларына, тортқа арналған тойларға арналған тортқа қойсаңыздар болады. Ұнаған болса, маған лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.